ұйқыға жатар кезде күнде бір нәрсені ойлай беремін. Даже ұйықтау қиын болып жатыр. Өзіме түк қатысы жоқ ойларды ойлай беремін. Қалай құтылсам болады? Сәлем достар, бүгін сіздермен өзімнің практикамнан өткен күнделік жазу әдісімен бөлісетін боламын. Жалпы күнделік жазу нейтральный біртүрлі нәрсе деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ бірінші көрсеткен проблеманың барлығының түйіні осы күнделік жазумен жақсы шешуге болады. Себебі миымыз көп нәрсені ойлай беріп қартаяды. Байғұс қартая бастайды. Ал ми қартайса енді ойлай беріңіз. Сол себепті миыңызды қартайтпас үшін күнделік жазып бастау керек. Мынадай цитата бар ғой: думайте на бумаге. Сол себепті әрқашанда ойлаған кезде қағаз бен қаламға ойлаған дұрыс. Оның бастауы күнделік жазу дер еді. Күнделік жазудың жаңа ең бірінші пайдасы ойымыз нақтылана түседі, уайым басылады. Ойымыз біздің дұрысталып бір нақышқа түскен кезде біздің өмірімізде де тыныштық бола бастайды. Жетістікке жеткен тұлғаға барсаңыз да ол бәрібір күнделік жазуды бәрібір аузына алады. Осы күнделік жазудың түрлері бар. Шүкіршілік күнделігі, күнді жоспарлайтын күнделік, просто ойларды жазатын күнделік деген сияқты. Бірақ ең алғашқы бұрын соңды күнделік жазып көрмеген болсаңыз, онда мен ең алғашқыда жай ғана күнделікті ойларды жазып бастауды кеңес берер едім. Себебі бірден жоспар жазуға көшіп, шүкіршілікті барлығын бүйтіп алып жазған кезде ол қиын болып кетеді да, одан кейін келесі кезекте жасау қиын болады. Жалпы мен өзімде кішкентай кезімнен пайдасын, зиянын аса біле бермеймін, бірақ та әйтеуір мода болды ма, әлі қызық болды ма, күнделік жаза беретінмін да. Бірақ өкінішке орай ол күнделікті уақыт өте келе толық өртеп жібергенмін, толық лақтырып тастағанмын деген сияқты. Бірақ қазіргі уақытта мен осы жалпы ойларды жазу күнделіктен бөлек шүкіршілік жазу күнделігіне 2 ай практика арнадым. 2 ай бойына жалпы менің басымда қазір енді сол жайлап ойларды жазып бастағаннан кейін қазіргі уақытта менде былайша айтқан кезде күнделік жазудан мастермін деп айтсам болады. Менің бір басымда 1 емес, 2 емес, 5 күнделігім бар. Қазір сіздерге әрқайсысымен таныстырып, не үшін арналғанын айтатын болам, бірақ ең алдымен жаңа практика туралы айтып жіберейін. Сол сөйтіп 2 ай бойы мен практика арнадым, жаңа шүкіршілік жазу күнделігін. Өйткені мен оған дейін онша назар аудармайтынмын да, сосын көп естіп кеттім. Осы шүкіршілік күнделігін арнау керек, жазып көру керек, мынандай, осындай деген сияқты. Бірақ оны білгеннен кейін әлбетте іске асырып жасап көрген ол абзалырақ та. Сол себепті мен 2 ай бойы жазып көрдім, бірақ қазіргі уақытта да жазып келе жатырмын. Қазір көрсетейін. Ұсқын осындай. Мен қазір сіздерге айтайын. Дневник благодарности. Орысша жазбайғаныз керек. Ең әуелі 2 айдың 15 күні бастаған. Қазіргі уақытқа дейін 4 айдың 17-сі. Мен бұл жазудан не байқадым, не менде өзгерістер болды. Енді біз көбінде әлсіз адамдар болғаннан кейін бізде Алланың күнделікте беріп жатқан нығметтерін негізінде шынымен де байқамаймыз. Сол нәрсе байқауға, сол нәрседе шынайы жүрекпен шүкіршілік айтуға осы күнделік көмектесті. Кейбір кезде даже кәдімгідей ішіңнен болады ғой шығып, сондай шүкіршілік күндер болды. Бірақ ең бастысында жазып отырған кезде басында ойлайсың, білінбейді, неге жазып жатырмын, керек емес сияқты деп басында просто мида сондай қарсылық басталады да, бірақ уақыт өте келе уже привычка айналып кетті. Сол себепті сізге де 2 ай, 3 ай, немесе бастапқы 30 күн байқап қойыңыз, ары қарай өзіңіз жаймен деп алып кетесіз. Енді мен күнделіктермен таныстырайын. Енді ең алғашқысы менде осы күнделік. Бұл менің 2020 жылы 3 айдың 3 күні, яғни март па, наурыз айының 3 күнінен бастап жазылды. Қазіргі дейін кішкене беттер қалып, кейбір кезде болады ғой, ешкімге айтқым келмей, немесе просто ойымен бөліскім келетін кездерде осы күнделікке жазып отырамын. Сосын уақыт өте келе ана бұрынғы жазған нәрселерімді оқыған кезде уже сенде миыңда андай өзіңнің тұлға ретінде өзгергенің кәдімгідей білінеді. Себебі
ол кездегі жазған сенің мышлениең басқа болады, қазіргі жазған сенің мышлениең мүлдем бөлек болады. Сол себепті ең бірінші пайдасы өзіңнің тұлғалық өсуіңнің динамикасын байқауға болады. Бұл бірінші күнделік болды. Енді бұл екінші, жаңа сіздерге ең басты таныстырған күнделік бұл шүкіршілік күнделігі. Және үшінші бұл осы күнделік. Бұны мен қолдан жасағам. Ішінде көбіне ютубқа мен сценарий жазған кезде, момент жазу керек, идеялар келген кезде осы күнделікке жазып отырам. Анау айтқандай порядок жоқ ішінде, бірақ та көп нәрсе жазылды. Мақсаттар, армандар, олардың тізімі, ойыңа келіп қалған идеяларды, сондайларды осы күнделікке арнап жазамын. Әлі күнге дейін қызмет етіп жатыр. Төртінші, бұл күнделікті менде ай біткен сайын өзіме отчет берем. Яғни жаңа ай басталған кезде мен істеуім керек дүниелерді жазып қоям. Сосын уже ай біткен кезде оларға галочка қойылып, не жасалды, не жасалмады, не ақсады, не жақсы кетті, соның барлығы менде осы күнделікте болады. Советую, осылай арнаған жақсы. Өзіңнің жетістіктеріңді көріп, жақсы мотивация аласың. Бесінші, бұл кішкентай ғана күнделік, бірақ іші толған білім. Себебі мен көп ютубтан немесе кәдімгідей сатып алған марафондар немесе курстарда бір жерге жинақтап, солай маркермен есінде қалатындай, сосын кейін бір оқып алатындай бір жерге жинақтап жазған жақсы көрем. Сол себепті осылай арнағаным білім күнделігі. Білімнің барлығы жазылып. Тағы да басқа видеоларды қарап көріңіздер. Бүгінше осы, сау болыңыздар.